Баршаларыңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте қарапайым үйдегі бар заттардан жылдам дайын болатын, ешқандай миксерді қажет етпейтін пирог дайындайтын боламыз. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, оның үстінен қантымызды қосып араластырамыз. Қантымыз толықтай араласып шығуы қажет, еріп. Ешқандай миксерді қажет етпейді, тек вилканың немесе осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Оның үстінен сұйық майымызды құямыз. Барлық құрамын төмендегі описание бөліміне қалдырамын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Енді айранымызды құямыз. Барлығы бөлме температурасында болғаны қажет. Осылайша толықтай араластырып, алдын ала ұнымызды електен өткізіп аламыз. Үстінен біраз қасық, шай қасық қопсытқышымызды қосып, пирог одан да биік болып шықсын десеңіз, қасықтың ұшында ғана ас содасын қоссаңыз болады. Осылайша барлық ұнымызды қосып, вилканың немесе венчиктің көмегімен комок қалмайтындай етіп, қаймақ тәріздес болғанша араластырамыз. Массамыз дайын болды. Қалауыңызша үстіне мейіз немесе жаңғақ екеуін бірге қоссаңыз да болады. Мен жаңғақты өте ұсақ етіп турап қосқан болатынмын. Оны да қосып толықтай араластырамыз. Осылайша біздің массамыз дайын болды. Форманы алдын ала майлап, үстінен ұнымды сеуіп, барлық массаны құйдым. Алдын ала духовкамызды 170 градусқа 40-45 минутқа қыздырып қоюымыз керек. Енді әдемі сәндік ретінде әдемі көріну үшін бетінен жаңғақтарды орналастырып шығамын. Үйлеріңізге қонақ келіп қалған жағдайда немесе балаларыңыз пирог сұраған жағдайда осы пирогты міндетті түрде дайындап беріңіздер. Өте қарапайым дайын болып шығады. Осылайша қызып тұрған духовкамызға жіберетін боламыз. 40-45 минутта дайын болғанын спашканың көмегімен көретін боламыз. Осылайша менің пирогым өте пышный болып, жұмсақ болып пісіп шықты. Духовкамыздан шығарып, суығанша күтетін боламыз. Пирогтарымыз осылай суығаннан соң пышақтың көмегімен ажыратып алатын боламыз формадан. Енді сіздерге ортасын кесіп көрсететін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, өте үлпілдек, биік болып көтеріліп шықты. Достар, видео ұнаған болса, менің парақшама тіркеліп, мені қолдап, өз пікіріңізді білдіріп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша сізде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Маған тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Өте қарапайым, жылдам дайын болатын рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.